тарихы таңбадай басылған, тарихым тұмардай мойныма солған, далам бар аманат ғасырда, даламдай кемпір құшағы ашылған, анамдай туған жер жасымнан, жандары жаралған асылдан. Қазақстандық шоу-бизнесте Нури тобы деген атаумен өнер көрсетіп жүрген апалы сіңілі Әйгерім мен Диана Мұратовалар елімізді қойып, енді шетелді бағындыруға көшпекші. Осылайша тыңдармандарының құлағын елең еткізген қос бикеш әлгі бейтаныс жанның кім екенін ашып айтпады. Қазір біз Ресейдің шоу-бизнесіне қатысы бар, сондай бір үлкен кісімен қарым-қатынастамыз, араласып жүрміз. Қазір енді Алла жазса, сол кісімен мүмкін енді творчестволық тандем жасағалы жатырмыз. Осылайша тыңдармандарының құлағын елең еткізген қос бикеш әлгі бейтаныс жанның кім екенін ашып айтпады. Ол әзірше құпия болсын. Алла жазса, бәрі дұрыс болса, өздеріңіз бірінші болып білерсіздер. Ресейдің сондай аты танымал кісісі. Нури қыздары тіпті жұмбақ жанмен бірге жұмыс істеу үшін елден қоныс аударуға да дайын екендерін жасырмады. Мүмкін сол Ресейге де кетіп қалармыз. Ал әзірге қыздар еліміздегі тыңдармандары үшін қызмет ете бермек. Өте көңілді, эпатажды бір ән жазған болатынымыз кеше. Соған да қазір бейнебаян түсірейік деген ойдамыз. Клипті біз кішкене сондай сочный дейді ғой, сондай әртүрлі түсте, күшті, жаздық, кішкене сондай қылдырып түсіргелі жатырмыз. Апалы сіңілі Мұратовалар бұл жолы басқа әншілер қозғамаған тақырыпты таңдап алдық деп отыр. Өлеңіміздің аты «Губки бантики». Қазіргі тенденция дейміз ғой, қыздардың бәрі суретке түссе, өстіп, еріндерін өстіп, шүршитіп шыға келеді. Соғанға енді тенденция болғандықтан біз де осы бағытпен жүріп, бір сондай кішкене әзілмен келген ән болатын. Бір қызығы қыздардың өздері де суретке дәл солай түседі екен. Енді қыздар болғасын әрине түстік, әлі де түсіп жүрміз. Енді бірақ та мамамыз ұрсып қояды, апамыз екеуі. Түспендер үйтіп, түспендер деп. Біз енді фотоға түскелі жатамыз да, ерініміз өсіп шүршиіп шығады, одан кейін мамаларды көрсек сразу өстіп күле саламыз. Әйгерім мен Диананың тыңдармандары қылықты қыздардың бұл еркелігін дұрыс қабылдар деп үміттенеміз.